Барлық киносүйер қауымға сәлем. Бүгін біз «Небо любви» драмалық фильмінің сюжетін талдаймыз. Хан кино канал сіздермен бірге. Арнада тек қана үздік фильмдер мен сериалдар. Арнаға жазылыңыз, және сіз әрқашан не көру керектігін білетін боласыз. Кто это сделал? Кто посмел обижать мою девушку? Орта мектеп оқушысы Мика мектептегі ванна бөлмесінде ерін далабын жағып, сабаққа қайтады. Танака сыныптасын ғашық болып қалды деп ойлайды. Ая параллель сыныптағы Назумаға ғашық болғанын мойындайды. Үштік сыныптан шығып бара жатқанда Назума мен Херуді бірге көреді. Назуму Микаға жақындап келіп, телефон номерін сұрайды. Ұялған Мика дәлізге жүгіріп шығып, абайсызда тұрған Херуді қағып кетеді. Ая Назумаға телефон номерлерін ауыстыруды ұсынып жатқанда, қиналған Ая досына жақындайды. Себебі оның армандағы жігіт онымен сөйлеспеді. Мика сыныптасын Назумамен сырласпайтынына сендіріп, оған қайтадан үміт береді. Келесі күні Мика телефонын таба алмай кітапханаға асығады. Ол оны сол жерде қалдырған шығармын деп ойлайды. Қыз ұялы телефон сигналын естіп, телефонды алып, оны Ая деп қоңырауға жауап береді. Алайда Миканың телефонда тауып алғанына қуанған белгісіз жігіт жауап береді. Мика ұялы телефон тексеріп, біреу одан барлық контактілер мен хабарламаларды өшіріп тастағанын түсінеді. Ол жағдайда реттеу үшін белгісізді шақырады. Алайда жігіт оған, егер телефон анықтамалығында маңызды адамдар болса, олар оған қайта қоңырау шалар деп сабырмен жауап береді. Мика төсекке жатқанда бейтаныс жігіт оған қайта қоңырау шалады. Алайда мұндай кеш қоңырау қызды ренжітеді, және ол дереу телефонды өшіреді. Дегенмен қыз Микаға күн сайын қоңырау шалуды жалғастырады. Бастапқыда олар өте ұстамдылық танытады, бірақ бірте-бірте олар дүниедегі барлық нәрселер туралы ашылып сөйлесе бастайды. Мика бір мектепте оқитыны болмаса, жігіттің кім екенін әлі білмейді. Бір күні түні бойы сөйлескен олар таңертең есін жиып, бүгінгі күннен естелік ретінде ұшақтың ізін суретке түсіруді ұйғарады. Мика туған күнін тойлап жатқанда, белгісіз біреу оған қайтадан телефон соғады. Сосын жігіт ертең таңертең мектеп алдында бассейн жанында кездесуді ұсынады. Ая досына кездесуге дайындалуға көмектеседі. Мика бассейннің жағасында күтіп тұрғанда, кенеттен жігіт пайда болады. Қыз қобалжып қашып кеткісі келеді. Жігіт одан тоқтауын сұрайды. Хиро оған гүл сыйлап, ұшақтан түскен іздің суретін дәлелі ретінде осы уақытында онымен сөйлескенін түсіндіреді. Мика өз көзіне өзі сенбей, бәрі қорқынышты деп айқайлап, мектепке қашып кетеді. Қыздар кездесудің қалай өткенін сұрайды. Мика бейтаныс жігіттің Херу болып шыққанын айтады. Сонда Танака жігіттің басқа мектепте сүйген қызы бар екенін есіне алады. Мектептен шыққаннан кейін Мика Херуді көріп, оның соңынан ереді. Жігіт гүлдерді суарып жатыр екен. Ол Херуден оның қызын бар жоғын сұрайды. Оған жігіт ажырасып кеткендігін айтады. Херу су мен шлангтың көмегімен Микаға таңғажайып теңкпір қосақты көрсетеді. Мика оны жақсы көріп қалғаны сонша, ол үшін сабақтан қашады. Херу бүгінгі барлық сабақтарды өткізіп жіберуді ұсынып, Миканы велосипедпен үйіне апарады. Үй алдында олар жігіттің үлкен әпкесі Минаканы кездестіреді. Үйде екеуі нәзік махаббатқа батады. Бұл Мика үшін бірінші рет болатын. Мика Херуге «мен саған сене аламын ба» деген SMS жібереді. Жауабы қызды қанағаттандырады. Мика аялдамада Хироны күтіп тұрғанда, кенеттен көлік келіп қалады. Оның ішінен үш жігіт пайда болып, ол қашуға тырысады. Бірақ олар оны қуып жетіп, далада зорлап, телефон камерасына не болып жатқанын түсіреді. Кешке қарай Хиро Миканы тауып алады. Бір сұмдықтың болғанын түсініп, сүйіктісінен кешірім сұрайды. Өйткені ол оны қорғай алмады. Ол мұны кім жасағанын болжап, оларды тез тауып, үшеуін қан-жоса етеді. Олар жігіттің бұрынғы ғашығы бұны жақсы сыйақы үшін бұйырғанын мойындайды. Хиро сакені алып, үйіне сүйреп апарады. Минака Миканы жұбатып отыр. Жігіт егер Мика қаласа, сәкені өлтіретінін айтады. Қыз сүйіктісін жоғалтқысы келмейді. Сол кезде Минака сәкені ұстап алып, шашын алып, қуып шығады. Хиро Минаканы үйіне апарып, ата-анасына велосипедтен құлап қалдық деп өтірік айтады. Анасы қызын құшақтайды, әкесі жігіттің алдында есікті тарс жабады. Мика бірнеше күн сабаққа бармайды. Ол анасымен бірге гинекологқа барады. Ол қыздың жүкті емес екенін, жағдайының жақсы екенін айтады. Бірнеше күннен кейін Мика Хиромен кездесуге келіседі. Және ол бұл оның сүйікті жер екенін айтып, оны өзенге апарады. Бір күні мектепте Мика белгісіз номерден «сен Хиромен бірге болуға лайықты емессің» деген хабарлама алады. Сыныпқа кіргенде тақтадан «андай қыз» деген жазу көреді. Сыныптастары күле бастайды.
Ашуланған Хиро тақтадағы жазуды өшіріп тастап, мұны істеген адамды таптауға уәде береді. Жігіт қызды кітапханаға апарып, сүйіктісіне алғысын білдіреді. Екеуі сезімге беріліп, махаббатпен айналысады. Мика отбасымен түскі ас ішіп отырғанда, белгісіз номерден бірнеше рет қайталанатын СМС алады. Кенеттен қыз ауыра бастайды. Келесі күні анасы оны дәрігерге апарады. Мика Хироны кафеде кездесуді сұрайды, және олардың балалы болатыны туралы хабарды айтады. Хиро үндеместен кафеден оқ сияқты атып шығады. Мика жігіт қорқып кетті деп ойлап, жарты сағат күткен соң үйіне кетеді. Жолда ол өзіне сүйікті сыйлығын әкелген Хироға тап болады. Ол баланы алып тастамауды сұрайды, және оны ең бақытты ана мен әйел етуге уәде береді. Екеуі қарым-қатынастарын бекіту үшін жұп сақинасын сатып алады. Хиро Миканы ата-анасына әкеліп, олардан бата сұрайды. Ерлі-зайыптылар жігіттің ата-анасының батасын алады. Хиро шашын қара түске бояп, Миканы бірге қыздың ата-анасына барады. Анасы Микаға ата-ана болу өте қиын екенін түсіндіреді, алайда қызы ештеңеден қорықпайтынын айтады. Хиро үлкендерден бата сұрайды. Мектепте Ая мен Назумы Миканы Рождествоны бірге тойлауға шақырады. Сонда бойжеткен мерекені бірге тойлауға Хиромен келісіп қойғанын айтады. Сыртқа шыққанда Саки мен достары Миканы ұстап алады. Ол ашуланып Миканы баспалдақтан итеріп жібереді. Мика тұрып, бұл қаншықтан қорықпайтынын айтады. Екеуі баласын қандай болатын армандап қаланы аралап жүргенде, Миканың кенеттен іші қатты ауырады. Ауруханада отбасының ортасында оянған қыз баласынан айырылғанын біледі. Құлаған жоқсын ба деген сұраққа қыз жауап бермейді. Мика Хиро қайда деп сұрайды. Мика көп ұзамай ауруханадан шығып бара жатқанда Хиро келеді. Осы уақыт бойы жігіт баланың денсаулығы үшін дұға еткен екен. Жан түршігерлік хабарды білгенде, Хиро сүйіктісін құшақтап, онымен бірге жылайды. Ғашықтар Хиро гүл өсірген саябаққа келеді. Ал Хиро бұл жерге жыл сайын 24 желтоқсанда келуді ұсынады. Көктем келіп, келесі оқу жылы басталады. Хиро мектепке әрең барады, және Микадан қашқақтай бастайды. Қыз оның үйіне келеді. Миноко ағасына уақыт керек екенін айтады, өйткені ол әлі болған жағдайға алаңдайды. Мика кеткен бойда Миноко Хироның бөлмесіне барып, бұл жерде мәңгі тығыла алмайтынын айтады. Көп ұзамай Мика кітапханада Хироны кездестіреді. Хиро сабырлы дауыспен ажырасуды ұсынады, және басқа қыздармен араласқысы келетінін қосады. Сол кезде Мика оған сақинаны лақтырып қашып кетеді. Не болып жатқанын түсінбеген қыз жігітті кітапханада кездесуді сұрайды. Тек ол ешқашан келмейді. Мика Хироның үй телефонына қоңырау шалып, оған Миноко жауап береді. Ол егер олар бірге болуды жазса, олар бірге болатынын айтады. Мика Хироның үй телефонына қоңырау шалып, оған Миноко жауап береді. Ол егер олар бірге болуды жазса, олар бірге болатынын айтады. Мика Хироның ертең ол жігіттің сүйікті жеріне күтетіндігін туралы хабарлама жібереді. Ол келмесе, енді оны мазаламайды. Хиро өзеннің жағасына келеді, бірақ ол қыздың оған келмейтінін айтып, сақинаны лақтырып, сонда қоштасып кетеді. Мика кітапханаға қайтып келеді, және олардың Хиромен алғаш рет телефон арқылы сөйлескенін есіне алады. Көп ұзамай жігіт қызды мүлде елемейді. Содан кейін ол өзінің барлық заттарын тастайды, және ешқашан ғашық болмауды шешеді. 24 желтоқсанда Мика құрбасы Аяға келеді. Бұл кеште Юи атты жігіт бар екен. Миканы ұнатып қалып, онымен сөйлесуге тырысады. Алайда Мика көп ұзамай туылмаған нәрестені еске алу үшін кетеді. Қыз Хироның өзінен бұрын осында болғанын байқап, оны іздеуге жүгіреді. Бірақ ол Юиді кездестіріп, жігіт оны үйіне жеткізіп салуды ұсынады. Көктем келеді, Мика Кейдайю университетіне түсуге дайындалып жатыр. Сонда оқитын Юи қызға көмектесуге қуанышты. Юи Миканың шашына қолын тигізгенде, ол Хироның мұны қалай жасағанын өкінішпен есіне алады. Теңіз жағасында отырғанда Юи өзінің сүйікті гүлдерін Микаға береді. Миканы мұңайып тұрғанын көріп, бұрынғы жігітінің қандай болғанын сұрайды. Қыз ол өзен сияқты болды деп жауап береді. Әрқашан алға қарай ұмтылды. Юи өзін тыныш және сенімді теңізбен салыстырады. Ал Мика оның екі жігіті мүлде қарама-қайшы деп ойлайды. Мика мен Юи қазір кездесіп жүр. Мықты жігіт қай кезде де қызға мейірімділігімен, жауапкершілігімен қолдау көрсетеді. Ол тіпті ата-анасының некесін сақтауға көмектеседі. Тағы да 24 желтоқсан келеді. Юи Миканы естелік орынға апарады. Өзі көлікте қалады. Бір кезде қыз Хироды байқайды. Мика жігіттің бас киім кигеніне таң қалады. Оны Хиро бұл оның жаңа стиль деп жымиып жауап береді.
Мика жігіттен олардың не үшін ажырасқанын сұрайды, бірақ ол сұраққа жауап бермейді. Қабылдау емтиханына сәттілік тілеп тез кетіп қалады. Мика алғашқы махаббатының артынан жүгіргісі келеді, бірақ ойын өзгертіп Юиге қайтады. Мектеп бітіру кешінде қыз Хируды көзімен іздейді, бірақ ол келмеді. Мика Юи оқитын университетке сәтті түсіп, екеуі байланыста болады. 24 желтоқсанда Юи Микаға біз бір-бірімізге уәде береміз деген гравюры бар неке сақинасын береді, және оны таңдаған саусағына ақырын тағады. Қыз жалғыз өзі мемориалдық жерге барады. Сонда Назомиді көріп таңғалады. Жігіт бұдан былай Хиро емес, осында мен келемін дейді. Мика не болғанын білуді талап етеді. Ал Назому Хироның 2 жыл бойы қатерлі ісікпен ауырғанын мойындайды. Кенеттен қыз Хироның оған ауыртпалық болғысы келмей кетуді ұсынғанын түсінеді. Бір сағаттан соң уайымдаған Юи келіп Миканы көреді. Ол Хирудың ауруы туралы айтады. Жігіт алғашында қызды ұстап қалуға тырысады, бірақ кейін ол осылайша оны бақытсыз ететініне түсінеді, және көз жасын әрең ұстап кетуіне мүмкіндік береді. Мика жүгіріп Хироның бөлмесіне кіреді. Оның сақинаның әлде тағып жүргенін бірден байқайды. Жігіт қызын жасырын бақылап жүрген Юиге риза болатынына сенімді. Хиро ашық айтқаны үшін кешірім сұрап, Микаға жағдайын сұрап келгені үшін алғыс айтады. Хиросыз бақытты бола алмайтын қыз жылап отыр. Ал жігіт 3 ай ғана өмірі қалды дейді. Ғашықтар құшақтасып, бірге болған бақытты сәттерін есіне алып жылайды. Мика сақинаны киіп, оған бөлінген уақыттың бәрінде жігітке қамқорлық жасауды шешеді. Қыз Хиромен көбірек уақыт өткізу үшін лекцияларды өткізіп жібереді. Ол үнемі Құдайға дұға етіп, сүйіктісі үшін сауап кетуін сұрайды. Бір күні Хироға үйіне баруға рұқсат беріледі. Микамен бірге олар мектеп кітапханасына барып, сабақтан бірге қашып кеткендерін есіне алады. Ғашықтар өзен жағасына келеді. Онда олар мәңгілік махаббаттың белгісі ретінде үйлену тойын өткізуді шешеді. Хиро Микамен мәңгі қалғысы келетінін айтып, жылай бастайды. Екеуінің әлде көп істері бар, өлгісі келмейтінін айтады. Мика жігітті қолдап, қатты құшақтап, өмірінде алғаш рет қызды жақсы көретінін мойындайды. Ауруханада Хиро қайтыс болғаннан кейін сүйіктісін жоғарыдан бақылап отыру үшін аспанға айналғысы келетінін айтады. Мика аспанға қараған сайын сүйіктісін есіне алатынын айтады. Жігіт фотоаппаратын алып, Миканы суретке түсіреді. Сол кезде медбике кіріп, науқасты тексеруге алып кетеді. Хиро Микаға камераны беріп, суреттерді басып шығаруды сұрайды. Қыз фотосалоннан шыққан кезде көзіне жасалған Минака телефон соғып, тез арада оралуын сұрайды. Өйткені Хироның жағдайы күрт нашарлады. Мика мүмкіндігінше жылдам жүгіреді, бірақ сүрініп құлап қалады, және Хироның жалғыз өзімен бірге жасырын түсірілген суреттерін көреді. Мика жігіттің телефонына қоңырау шалады, ал Минака телефонды көзі жұмылған ағасын бетіне апарады. Қыз Хироның есін жиюын өтінеді, ол көзін әрең ашады. Жігіт еріндерін әрең қимылдатып, Микадан күлімсіреуін сұрайды. Мика болса жылап тұрып күлімсірейді. Осылай Хиро көзін мәңгілікке жұмады. Мүлдем адасқан бойжеткен Хиросыз өмір сүргісі келмейді, және көпірден секірмекші болады. Кенет екі ақкөгершін аспанға ұшып, Миканы тоқтатады. Хироның күнделігінен олардың жиі армандаған бақытты отбасын суретін ашады. Қыз күнделігін парақтарын парақтайды. Жігіттің жазбаларының барлығы дерлік оған қатысты. Арада көп жылдар өтеді. Мика мұңды күлімсіреп аспанға қарап, Хироны есіне алады. Махаббат аспаны фильмі қалай сіздерге ұнады ма? Комментарийға бөлісіп кетулерін сұралады. Сіздермен бірге болған Хан Кино. Жақын арада кездескенше.